Достар, баршаңызға сәлем. Көршіден 3 сат сұрауға болмайды, ол қандай заттар? Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қазақта көрші ақысы тәңір ақысы деген жақсы сөз бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық. Ағайынның аты озғанша ауылдастың тайы озсын. Бұл тіркестерден қазақ өмірінде көршінің орны қаншалықты салмақты екенін аңғаруға болады. Ендеше көршіге қатысты біліп жүруіңіз абзал болатын дүниелерді еске түсірейік. Көрегенді көрші болсаңыз, мына 3 сатты сұрамаңыз. Олар: бірінші, тұз. Мейлінше дүкеннен сатып алуға тырысу керек. Егер алып келуге мүмкіндік болмаса, көршіден алған тұзға аз болса да ақы төлеңіз. Өйткені тұзда береке бар. Сіз оның тұзымен қоса берекесін де алып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да өзіңіз біреуден тұз алмаңыз, біреуге тұз бермеңіз. Екінші, ақы болмаса ақша. Егер көршіңіз сізді көмекке шақырса, оны жасап бергеніңіз үшін ақы сұрамаңыз. Кейде есігі бұзылып немесе баласы қараусыз қалып жатады. Осындайда ең алдымен көршіден көмек келеді. Сол кезде уақытыңды алдым деп көрші ақша ұсынады. Өзгеге де беретін едім ғой, алшы деп қиылатындар да кездеседі. Сол кезде сыпайы түрде бас тарту керек. Өйткені көршіңізге туған күн сізге де туы мүмкін. Сізге де көмек керек болуы мүмкін. Сол кезде көршіңізден көмек келеді. Үшінші, ит. Ит көршіңізден сұрауға болмайды. Кейде көршінің иті балалап жатса, тұқымы жақсы деп иттің күшігін асырап алғысы келетіндер болады. Бұл кезде де көршімен арадағы қарым-қатынасқа сызат түсірмеу жағын ұмытпау керек. Салтты білетін көрші болса, күшікті сатып алуға ырым жасайды, ал білмейтіндерге түсіндіруге тырысады. Қарапайым нәрсе ғой деп елемеуіңіз мүмкін. Бір-бірін күшік бермеу көршілердің итте ерылдасып қалмау амалы. Атадан келе жатқан кез келген тыйымның астарында терең мән жатады. Кейбірі ақылға қонымсыз болса да, әрбір ырым өмірге мән беруге ұмтылады. Қазақ ұрпағы тыйым арқылы тәрбиелегенін тарихтан білеміз. Қисса дастандардан да маңызы осыда.